Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз жол полициясының өзінің аузынан жүргізушілерде қандай құжаттар болу керек, қандай жағдайларда тоқтатыла алатынын бірге білетін боламыз. Сәлеметсіз бе? Біздің сұрағымыз, жол полициясы тоқтатқан жағдайда не істеу керек? Алдымен сабыр сақтап, дау жанжалға түспей, сұраған құжаттарын көрсетіп, сабыр сақтау керек, және де заңдылықты талап ету керек. Қандай құжаттар өзіңізбен бірге алып жүру керек? Қазақстан Республикасының азаматтары өзімен бірге электрондық құжаттары болса да болады. Ал бұл жерде бір ескере кететін жайт, көлік құралы өзге елде тіркелген болса, өзімен бірге құжаттарын алып жүруі тиісті. Қандай жағдайлар қоғамдық тәртіп бұзу болып саналады? Қоғамдық орындарда масан күйде көріну, және де алкогольдік ішімдікті ішу, түнгі уақытта түн тыныштығын бұзу, қоғамдық орындарда былапыт сөйлеу, әкімшілік құқық бұзушылық кодексі бойынша жауапқа тартылады. Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды. Қоғам мүшелерінің бәріне заң ортақ, заңды бұзуға шақырамыз.